бір минут кетіп бара жатқан жерге жата бересің полға. Бір топ балалар болған еді, жерге жатып аунап тұрып, бізде басқалар секілді ұбт тапсырған болатынбыз. Қиын болды. Мысалға мен осындай бір қызық дайындық процесінде жүрген болатын. Менің есімім Әділет болады, кейбіреулер үшін Әділет ағай. Мен тарих пәнінің мұғалімі болып табыламын. Және бұл жолда мен қалай өттім, осы сұраққа тоқталып кететін болсақ. Бір топ балалар болған еді, компашка болып табыламыз. Компашкамен біз бірінші кезекте кітапханашы апамен келісіп алған едік оқушылар. Сөйтіп кітапханашы апамен келісіп алған болатынбыз, және кітапхананың бізде ерекшелігі бір неде болды. Бізде кәдімгідей кітапханада қалаған жерге жата бересің полға. Бізде сондай рұқсат берілген болатын. Сөйтіп біз кітапханашымен келісіп алып, жерге жатып, аунап тұрып, біз әрдайым азаннан кешке дейін отырып дайындаған болатынбыз. Бізде мысалға лицейде оқығаннан кейін бізде таң сағат 8-ден басталады. 8:15-тен бізде басталып, кешкі сағат 7-ге дейін болған сабақтар. Сөйтіп бізде сабақтардың көбісін босатылып, рұқсат сұрап кетіп, кітапханаға барып, сол жерде жатып тұрып, аунап тұрып дайындалған болатынбыз. Қиын болды. Мысалға мен өзім тарихшы болған өзінде де тарих жаттау кішкене қиындыққа соққан болатын. Өзім мысалға қалай жаттадым десем, мысалға оқиғаларды ассоциациямен жаттаған болатынмын. Сол кезде көп уақыт менде жаттауға емес, көбінесе ассоциация құруға кеткен болатын. Осындай бір қызық дайындық процесінде жүрген болатын.